амал жасайды. Фараббукум а'ламу биман хуа ахда сабила. Қайсыңыз тура жолда екенін Алла білушірақ. Онда мақсат не екен? Мақсат Алланың алдында тура жолда болу. Мақсат сол. Сіз біреумен өзіңізді салыстырмаңыз. Сіз біреумен салыстырмаңыз. Алла тағала бәрімізді әртүрлі жаратқан. Бір-бірімізден бір жеріміз артық, бір жеріміз кем. Біз пендеміз. Біреу ұзын, біреу қысқа, біреу арық, біреу сары, біреу басқа. Дәл сол сияқты мінезі де сондай, сөзі де сондай, ісі де сондай. Әрбір адам, қазір жер бетінде 7 миллиард, 8 миллиард халық болса, соның барлығы да бір әлем. Әрқайсысы бөлек әлем. Әрбір адам өзінің миындағы ниетіне, ісіне, дамуына қарай әрекет жасайды. Бір-бірімізге ұқсамаймыз. Ал біздің ішіміздегі ең ұтатынымыз кім? Раббымыз біледі оны. Раббымыз біледі екен. Кім тура жолда екендігін. Ең жүрегіңізге басатын сөз сол. Жоғарын тағы бір айтамын. Адам баласына нығмет берсе, не істейді? Тез жалығады. Ал егер оны қиыншылық келсе, үмітсіз болады деді. Бірақ сен ондайлардан болма. Өйткені әрбір адам өзінің ниетіне қарай, ішкі жан дүниесіне қарай әрекет жасайды, және кім тура жолда екенін Алла білуші деді. Қандай керемет өмірдегі сабақтар. Егер осы екі аятты ойлансаңыз да, өміріңіздің бақытын табасыз деп ойлаймын. Алла тағала сөзін жалғап айтады. Ясәлунака ани рух. И Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям сенен рух туралы сұрайды. Рух туралы сұрайды. Құл айт. Ар-руху мин әмри рабби. Рух ол Раббымның ісінен. Ва ма утитум минал илми илля қалила. Ал енді білімнен сіздер кішкентай аз ғана алдыңыздар. Бұның түсу, аяттың түсу тағдырын айтып береді. Бұл Меккеде түскен дейді. Бұл Мадинада түскен деген талас бар. Ғалымдардың көпшілігі Мадинада түскен деген аят айтады. Себебі мұндай сұрақтарды және өзге дін өкілдерімен таласуды көбінесе Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мекке дәуірінде айтты десе, оған екіншілер айтады. Жоқ дейді. Бұл сұрақты мынандай деген адам мынандай жерде қойды, оны Мадинада жауап берді деп айтады. Ал енді екеуін біріктірген бір тәфсіршіге айтады. Бұл аят мүмкін Мадинада бір рет, Меккеде бір рет түскен шығар деп ортасын алуға тырысады. Қай халде де түсудің мақсаты сондай болған. Яхуди қауымы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды сынағысы келіп, 3 сұрақ сұрайды. Сол 3 сұрақтың біреуі қиямет қашан болады деп айтады. Сол 3 сұрақтың біреуі рух дегеніміз не деп сұрайды. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бәріне Алла тағаланың бұйрығы келгендей қылып жауап береді. Осы жауаптардың біреуі, ей Мұхаммед, рух туралы не дейсің деген кезінде ғалымдар таласады айтқандай. Рух дегенде мына Құран-ы Кәримде, мына жерде аятта қай рухты айтып жатыр? Өйткені рухтың мағынасы көп. Рух деп Құранда да айтады екен. Рух деп адамның ішіндегі жанды да айтады. Рух деп Жәбірейіл алейхиссаламды да айтады. Жаңағыдегі анау Қадыр сүресінде келеді ғой, рух түседі сол күнде, ол Жәбірейіл түседі деп айтады. Басқа да мағыналары көп. Бірақ бұның ішінде қайсысы десе, осы жан туралы айтты деген сөзге көбірек ғалымдарымыз бұрылады. Көп тәпсіршілеріміз адамның ішіндегі жаны туралы айтады. Бұл сыр ғой шынымен ақ. Өйткені ғалымдар тексереді, адам өлгенде сондай сөз бар. Ол қаншалықты дәлелденгенін білмеймін. Сондай сөз бар, барлық адам өлгенде әрбір адамнан 21 грамм зат кемейеді екен. 21 грамм зат салмақ кемейіп қалады. Барлық адам жан тапсырғанда. Сөйтіп, қазіргі заманның ғалымдары өлшеген. Сонда сол рух 21 грамм зат. Мынандай үлкен денені жүргізіп жүреді ғой. Бір адамдар 150 килоға шейін бара ма? 200 килолықтар. Одан да көптер бар ғой. Небір тонналық кісілер бар шығар енді. Бірақ негізі айтамын да, анандай кішкентай жарты метр адамды да, ана үйдегі бөпелеріңізде. Анандай үлкен палуандарды да сол 21 граммда ішіндегі зат. Біреу ақ. Анандай ыдыс болса да. Енді ол дәлелденбесе де сұрақ шығады. Рух, ол не ол? Батарей ма?
Ол батарея болса неге таусылмайды? Или сол өзінің таусылған уақытында ажал келе ма? Или ол ажал келмейді, біреу алып қоя ма? Қалай? Сұрақ миллион. Ол зат не, неден жасалған, қандай, қай жерде тұрады? Мүмкін осы сұрақ арқылы адамды сақтап қаламыз деген небір жақсылық ойлаушылар бар. Бірақ білесіз ба? Алла тағала сол нәрсені сізбен бізге жазса айтар еді. Бірақ бізге оны айтпады. Сендерге аз ғана білім берілді, бұл Раббымның ісі деді да қойды. Яғни бізге бұл нәрсе өмірде қажетсіз дүние. Бізге қазіргі біздің бақытымыз немесе басқа нәрсемізге бұл мүлде қатысы жоқ дүние. Бұл сұрақтың жауабын ала салысыменен әлгі ғалымға келіп осылай деп Мұхаммед жауап берді дегенде ғалым айтқан екен: бекер сұрапсыңдар депті. Бекер сұрадыңдар. Енді бұл ақиқатты айтты, бұдан басқа жерде жауап жоқ деген екен. Расында да адам баласы кейде кейбір шындықты білмей-ақ қойғаны жақсы. Дәл сол сияқты пайғамбарымыз пайғамбарлығын солай жеткізген, сонда да кейбіреулер мойындамады. Ал мойындамаған адам, егер оған құжат, дәлел жеткеннен кейін мойындамаса, ол өз күнәсі өзінде болады. Өз-өзіне залымдық жасаған адам болады. Өйткені Құран Кәрімде Алла тағала сөзін жалғап айтады: «Уәләин ши'на». Осы ең соңғы бір нүктеміз отырысымыздағы. «Уәләин ши'на», егер біз қалағанымызда, «Ләнәзһәбәннә билләзи аухайна иләйка». Саған уахи қылған нәрсемізді жоқ қылатын едік. Пайғамбарымызға нені уахи қылды? Құранды емес па? Құран аяттарын. Алла тағала айтып жатыр: «Ей Мұхаммед», дейді, егер біз қаласақ, саған берген Құранымызды алып қоямыз, дейді. «Сүммә лә тәжиду ләка бихи алайна уәкила». Және сен біздің үстімізден ешқандай қожайын табамайсың, дейді. Яғни қайтып аламайсың оны. Бізден басқа саған жәрдемші де табылмайды. Илля, тек қана рахматан мир раббик, Раббыңның мейірімінен сен бұны ұмытпай жүрсін. Инна фадлаху кана алейка кабира. Расында да бұның Раббыңның саған деген мархаматы орасан, деді. Құрметті бауырларым, сіздердің оқып жүрген Құрандарыңыздың әрбір аятын аузыңызға Алла нәсіп етеді. Әрбір аятты. Сіз Құранды қанша рет оқисыз күніге? Алла сізге өзінің кәләмін оқуға нәсіп етті. Одан артық нығмет бар ма, айтыңызшы? Егер сіз сол Құранды оқудан артық нығмет бар десеңіз, онда Құдайыңыз танымадыңыз. Алланың кәләмінен артық жер бетінде не нығмет бар деп ойлайсыз? Және сол кәләмді, Алланың сөзін сізге оқуға нәсіп етсе. Бисмиллахир-рахманир-рахим, Құл хуаллаху ахад деген сияқты аяттарды оқуды сізге Алла нәсіп етсе, қандай үлкен байлық. Өйткені көптеген сондай сөздер бар. Мықты қарилар кезінде мен естіген, біздің ұстазымыз айтып беретін. Өзбекстанда кезінде Құран жаттадық. Сол кездерде бір кісі айтып береді. Бір жігіт, енді бір сол кезде мода болды, жұрттың барлығы ваххабизмге кіре бастады. Адам өзі жас болғаннан кейін анау необычный дейді ғой, ерекше нәрсені жақсы көреді ғой. Ұстаздарының күніге жасап атқаны саған қызық емес, жаңа жоғарыда айтқандай ғой, құнсызданады. Күніге жасап, күніге айтып жүрген сөздері саған қызық емес. Саған сырттан импортный нәрсе қызық та. Біреу келді да, мен саған пассуынне намаз оқытам деп еді. О, мені деді да, мына кісінікі. Круто да. Бітті да, тренд. Сөйтті да, соныменен кетті көпшілігі. Ең қызық жері, соны насихаттаған алғашқы келген адамдар Құранды басқаны қанша сыйлағанменен
кейбір ғалымдарымыздың бізге салған құнды нәрселерімізді төмен қылды, жоқ қылды. Солардың біреуі ұстаз айтады екен: сенің әрбір оқығаныңды періште аузыңа алып келеді деп. Сөйтсе айтады дейді: ұстаз, дәлел жоқ қой, мынау хадисте жоқ. Қай хадисте айтқан? Маған Бұхариде айтылған ба, Сахи Муслимде келмеген ғой. Дәлел жоқ қой. Дәлел жоқ болғаннан кейін не? Абу Ханифаға 3 хадис келген. Абу Ханифа хадистен жаңылып қалған, оның айтпай қалған сөздері көп. Ана жерде пәленше түгенше одан көріп прямо Құранның өзіне қарай ере берсе, прямо сүннеттің өзіне қарай осындай бір модный сөздер әлі де айтатын адамдар бар енді. Құдай рахмет қылсын ол кісілер. Баршамызға хидаят берсін. Бірақ осындай адасудың кезінен әлгі кісі масаттанады ғой, сөйтіп ұстазына өз әңгіме айтып кетеді. Дәлелің жоқ қой, дәлелің жоқ қой дегеннен кейін ол кісінің бар білімі сол, дәлел айтамайды. Бірақ дәлелді бүгін біз оқып отырмыз. Дәлел мынау аяттарда тұр. Біз егер қалағанда саған уахи қылған нәрсені алып қоятын едік деп тұр. Түсінесіз ба? Құдай берген, Құдай ала алады да. Сонда әлгі жігіт, қари жігіт, бір жерге отырған кезінде Фатиха сүресін оқи алмаған ғой. Фатиха сүресін оқи алмаған. Бір жерге барған: қареке, оқып жіберіңізші деген. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим. Енді жоқ, қазір айтам. Тағы да бисмиллахир рахманир рахим. Не енді? Жоқ дейді. Миым мақта сияқты дейді. Тап-таза да. Фатиха сүресін сіз қанша рет оқисыз күніге? Намазда орасан зор оқып тастаймыз ғой. Ұмыту мүмкін емес деп ойлаймыз, мүмкін емес деп ойлаймыз. Бірақ қателеспеңіз. Бұның нығметтілігі сонша. Сол Фатиханы оқи алмаған. Жылап ұстазына келген ғой. Жылап келген. Кешіріңіз деп. Құдай менің басыма салды осыны деп. Құрметті бауырлар, сіз намаздағы оқып атқан дұғаларыңыз, сүрелеріңіз, бұл сұмдық керемет нығмет қой. Бұл нығметті көп адамдарға бермеген. Үлкен нығмет. Сол үшін айтады Алла тағала: құл, ей Мұхаммед, айт дейді: لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. Осы Құранға ұқсап адамдар менен жынның барлығы жиналып алып келем десе, لا يأتون بمثله, оған ұқсайтын еш нәрсе алып келе алмайды. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Олар тіпті бір-біріне жәрдем берсе де, әрқайсысы жеке-жеке болса да, бәрі жиналып бір жерден ойлап табамыз десе де, Құранға ұқсайтын еш нәрсе әкеле алмайды. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا. Бисмилlah, бисмилlah. Bismillah.